Педагогика және оқу әдістемесі 100 сұрақ. Бірінші сұрақ. Дарынды және талантты оқушылардың ынталандыруға қатысты сипаттамасы. Жауабы: қиялы дамыған және тың идеялар табады. Екінші сұрақ. Көпіршілер тұрғызу метафорасы бойынша оқушының дамуындағы ересек адамның рөлі Брунер бойынша оқудың дамуы үшін қолдауы. Үшінші сұрақ. Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты 75% есте сақтауына көмектесетін тәсіл. Жауабы: тәжірибе жасау. Төртінші сұрақ. Маслоудың қажеттіліктер иерархиясына сәйкес оқушының қабілеті мен әлеуетін толық көрсете білу қажеттілігі. Жауабы: өзін-өзі таныту. Бесінші сұрақ. Білу деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ. Жауабы: төмен дәрежелі. Алтыншы сұрақ. Қалай жүру, шанышқыны қолдану, қаламмен жазу туралы білімімізді сақтауға жауап беретін жады түрі. Жауабы: рәсімдік жады. Жетінші сұрақ. Мұғалім оқушылардың не білетінін және нені жасай алатынын, нені істегісі келетінін түсіне отырып құрған оқыту ортасы. Жауабы: оқушыға бағдарланған. Сегізінші сұрақ. Қаламмен жазу, қолғап тоқу туралы білімді сақтауға жауап беретін жады. Жауабы: рәсімдік. Тоғызыншы сұрақ. Оқушының өз мақсаты мен тапсырмаларын білу, түсіну және бағалауды қамтитын методтануды өлшеу құрылымы. Жауабы: тапсырмаға бағытталған. Оныншы сұрақ. Оқуда қолданылатын зерттеушілік әңгімеге тән белгі. Жауабы: әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанмен мұқият бағаланады. 11-ші сұрақ. Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, өз идеяларын дамытуына көмектесетін сұрақ тәсілі. Жауабы: сынақтан өткізу. 12-ші сұрақ. Бұл өлшемге тән оқушыларда ақпаратты толықтырып, қайшылықтарын анықтау, оның мәніне тез жету ерекшелігі бар. Жауабы: мәселені шешу. 13-ші сұрақ. Бастан кештен тәжірибе, әлеуметтік қарым-қатынастар, құндылықтар, амал-тәсілдер мен ұстанымдарының кешенді үйлесім табуы. Жауабы: сөйлеу. 14-ші сұрақ. Мұғалімнің көзқарасы, қабылданған шешімнің және іс-әрекетінің негізі. Жауабы: ұстаным. 15-ші сұрақ. Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісі. Жауабы: өзгелерді оқыту. 16-ші сұрақ. Заңдылықтарды игеру. Жауабы: білім қалыптасуының ерекшеліктері. 17-ші сұрақ. Эмпирикалық білім. Жауабы: зерттелетін пәннің нақты қасиеттері, фактілер. 18-ші сұрақ. Метатанудың негізгі аспектісі. Жауабы: тақырыптардың мәні мен мазмұнына үңілу. 19-ші сұрақ. Қайта жаңғыртуды материалдың негізгі мазмұнын жеткізумен байланыстыратын ес түрі. Жауабы: бейнелі. 20-ші сұрақ. Сыныптағы диалогтық әңгімелесудің түрлері. Жауабы: екі түрі. 21-ші сұрақ. Әңгімелесу негізінде кеңес берудің кең тараған түрі. Жауабы: рефлексия, ұсыныс. 22-ші сұрақ. Жаңа сабақтағы материалды өткен сабақтағы материалмен байланыстыруды талап ететін дидактикалық принцип. Жауабы: бірізділік. 23-ші сұрақ. Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандарты неше бөліктен құралады? Жауабы: екі бөліктен. 24-ші сұрақ. Арнайы педагогика аймағында зерттелетін ғылым. Жауабы: жас кезең педагогикасы. 25-ші сұрақ. Мұғалімнің кәсіби педагогикалық мәдениеті. Жауабы: материалдық құндылықтарға қарағанда рухани құндылықтарды бағалай білу. 26-ші сұрақ. Ағымдық бақылау, аралық бақылау, қорытынды бақылау. Жауабы: бақылау түрлері. 27-ші сұрақ. Қалыптастырушы бағалау. Жауабы: әрбір критерий бойынша жетістіктердің толық түсіндірмесі. 28-ші сұрақ.
Мен тұжырымдамасының компоненттері. Жауабы: әлеуметтік, когнитивтік. 29 сұрақ. Выготскийдің оқу моделі негізделген жорамал. Жауабы: оқушы диалог құру нәтижесінде білім алады. 30 сұрақ. Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы. Жауабы: оқушыға бағдарланған. 31 сұрақ. Оқу үдерісінің тиімділігін анықтайтын негізгі фактор. Жауабы: балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі. 32 сұрақ. Оқушыны толығырақ жауап беруге итермелеп, өткен материалды ойға салу кезінде қолданылатын сұрақ қою тәсілі. Жауабы: түрткі болу. 33 сұрақ. Қайта өндіруге болатын көлемді ақпарат есте сақталатын оқу түрі. Жауабы: білімнің сандық ұлғаюы ретінде. 34 сұрақ. Білім алушы мұғалімнің басқаруынан тәуелсіз болатын типті жүйенің сипаты. Жауабы: жұмыстың құндылығын айқындап, мақсатын орындалу ұзақтығын нәтижесін белгілейді. 35 сұрақ. Адамның жоғары деңгейлі дағды, білімді және жағдайларға ойластыру арқылы оқу қабілеті. Жауабы: зерделілігі. 36 сұрақ. Мен тұжырымдамасына сәйкес, оқушының қаншалықты қабылданғаны және бағаланғаны жайлы өзінің пікірін анықтайтын компонент. Жауабы: құзыреттілік. 37 сұрақ. Оқушының бұрын орындалған тапсырмаларға сүйеніп берілген тапсырманы орындап шығуындағы пайым түрі. Жауабы: ұқсастық бойынша пайымдау. 38 сұрақ. Сандық технологияны пайдалана отырып, деректердің орналасқан жерін анықтау арқылы оны түсіну, бағалау қабілеті. Жауабы: ақпараттық сауаттылық. 39 сұрақ. Жұмыс жады. Жауабы: қысқа мерзімді жады. 40 сұрақ. Мұғалімнің білім берудің жалпы негіздерін оқыту және оқу үдерісін білуі. Жауабы: педагогикалық білім. 41 сұрақ. Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы. Жауабы: оқушыға бағдарланған. 42 сұрақ. Дарынды, талантты оқушылар ақпаратты біліп қана қоймай, қажет кезінде пайдалана алатын, көрсететін сенімді өлшем. Жауабы: есте сақтау мен білім. 43 сұрақ. Оқуды, бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырулы шартын көрсетіңіз. Жауабы: бағалау сипатын өзгерту. 44 сұрақ. Ғылым адамзаттың ең жоғарғы. Жауабы: жетістігі. 45 сұрақ. Оқушыда диалог арқылы артады. Жауабы: жүйелі ойлау. 46 сұрақ. Оқу қабілетіне әсер ететін сыртқы фактор. Жауабы: өзара қарым-қатынас. 47 сұрақ. Педагогиканы оқытудағы көрнекілік әдіске жатады. Жауабы: иллюстрация, демонстрация. 48 сұрақ. Іскерлік ойын анықтамасы. Жауабы: тұлғалық бағдарлы оқытудың формасы. 49 сұрақ. Білім беру тәсілі бол. Жауабы: оқыту әдісінің құрамды бөлігі. 50 сұрақ. 21 ғасыр. Жауабы: технологиялық мәдениет дәуірі. 51 сұрақ. Ынталандыру әдісіне жатады. Жауабы: мадақтау. 52 сұрақ. Бағалаудың жалпы сипаттамасы. Жауабы: қадағалау, алынған мәліметтердің интерпретациясы. 53 сұрақ. Дәстүрлі бағалау. Жауабы: 5 балдық жүйе. 54 сұрақ. Сынып жетекшісінің міндеттері. Жауабы: сыныптағы тәрбие процестерін ұйымдастыру. 55 сұрақ. Бақылау дегеніміз. Жауабы: зерттеу барысында педагогикалық талаптың назарға алынуы. 56 сұрақ. Бақылау дегеніміз. Жауабы: зерттеу барысында педагогикалық талаптың назарға алынуы. 57 сұрақ. Оқушыларда өзіндік мақсатты қалыптастыру жағдайында төмен дағдыға жоғары міндет қойылған жағдай. Джексен-Михай бойынша
Жауабы: жерігу. 58-ші сұрақ. Оқушылардың метатанымдық немесе өздігінен үйреттелетін оқуының алғышарты. Жауабы: мұғалімнің қолданған әдіс тәсілі. 59-ші сұрақ. Субъектіге басқалардың іс-әрекеті мен оны салдарын көруге белгілі бір түсінік алуға мүмкіндік беретін тәсілдің бірі. Жауабы: бихевиористикалық. 60-ші сұрақ. Мұғалімдердің оқушыларды болжамдар ұсынып, талқылауға тарту арқылы пікірлесуге, дәлелдемелер келтіруге үйрететін әңгіме түрі. Жауабы: әңгіме дебат. 61-ші сұрақ. Жаңа білімдерді, әдістерді және ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономиясының қай қадамына сәйкес? Жауабы: қолдану. 62-ші сұрақ. Оқу үшін бағалаудың мақсаты. Жауабы: табысқа жетуге бақыт беру. 63-ші сұрақ. Айтылған пікірлер мен тыңдаушылардың әрқайсысы механикалық түрде келісе беретін әңгіме түрі. Жауабы: кумулятивтік. 64-ші сұрақ. Оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімді тәсілді көрсетіңіз. Жауабы: көрсетілім. 65-ші сұрақ. Мұғалім қызметіндегі сындарлы оқыту теориясында сәйкес маңызды басымдықтардың бірі. Жауабы: оқушылардың сабақты қабылдау ерекшеліктерін түсіну. 66-ші сұрақ. Мұғалімдердің сын тұрғысынан ойлау дағдысына сәйкес әрекетін көрсетіңіз. Жауабы: дәлелдер мен дәйектерді бағалау. 67-ші сұрақ. Сыныпқа қатысты қара жәшік метафорасы қолданылады. Блэк пен Уильям бойынша. Осы метафораның негізгі идеясын көрсетіңіз. Жауабы: сыныптағы диалогтық оқытуды. 68-ші сұрақ. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолданып оқушыларды оқытудағы мұғалімдердің негізгі рөлі. Жауабы: пән бойынша ақпаратты табу. 69-ші сұрақ. Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. Интерпретация сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті. Жауабы: оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру. 70-ші сұрақ. Оқыту үрдісіне ақпараттық коммуникациялық технологияларды енгізу нәтижесінде. Жауабы: мұғалім түсіндіріп жатқанда оқушылар тыңдайды және электронды жазба жасайды. 71-ші сұрақ. Ұлы дидактика еңбегінің авторы. Жауабы: Каменский. 72-ші сұрақ. Даму мен білім берудің өзара байланысы. Жауабы: заңдылық. 73-ші сұрақ. Оқу процесіндегі шәкірттің білім игеруі мен жинақталуына себепші ес түрі. Жауабы: бейнелі. 74-ші сұрақ. Арнайы есте қалдыру не еске түсіру мақсаты болмаған психикалық процесс. Жауабы: ырықсыз. 75-ші сұрақ. Бәсекелестікке құрылғандықтан топ ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрі. Жауабы: әңгіме дебат. 76-ші сұрақ. Сауал сұрақ жүргізу әдісі. Жауабы: анкета жүргізу. 77-ші сұрақ. Мектеп сынып оқу тобы үшін оқытудың әртүрлі деңгейлі жағдайын қарастыру. Жауабы: саралап деңгейлеп оқыту. 78-ші сұрақ. Үлкен мәтінді терең түсінуге мүмкіндік тудыратын оқыту әдісі. Жауабы: жіксо. 79-ші сұрақ. Сыни ойлау. Жауабы: логикалық, аналитикалық. 80-ші сұрақ. Макаренко бойынша ұжымның өмір сүру заңы. Жауабы: қоғамдық бағытта болу. 81-ші сұрақ. Бақылау әдісі. Жауабы: емтихан. 82-ші сұрақ. Оқу үшін бағалау әдісінің бағыты. Жауабы: оқытуды жақсарту мүмкіндіктерін анықтау. 83-ші сұрақ. Ынталандыру әдістері. Жауабы: мадақтау. 84-ші сұрақ. Ғылыми педагогикалық зерттеулердің эмпирикалық әдіс түрлері. Жауабы: бақылау, әңгіме, сауалнама. 85-ші сұрақ. Сынып жетекшісінің оқушыларды қарау әдісіне жатады. Жауабы: бақылау. 86-ші сұрақ. Сабақты зерттеу тәсілінде зерттеу үшін жауапкершілік алады. Жауабы: бүкіл зерттеу тобы.
87-ші сұрақ. Балалардың қабілеттері жетіп тұрса да, кеңес берілмеген жағдайда тәсілдерді пайдалана алмауы Флейвел бойынша. Жауабы: өнім тапшылығы. 88-ші сұрақ. Білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керектігін анықтау үшін жүргізілетін бағалау. Жауабы: оқу үшін бағалау. 89-ші сұрақ. Іс-әрекеттегі зерттеу тәсіліндегі басты үрдіс. Жауабы: сабақты зерттеу. 90-ші сұрақ. Ережелерді абсолютті және мызғымас деп қабылдайтын моральдік пайымдау кезеңі. Жауабы: Колпер бойынша тілалғыштық және жазалау. 91-ші сұрақ. Оқыту мен оқудың үздіксіз үдерісінің жалпы қажеттілігіне сәйкес метатану әдістерін игерген оқушылар. Жауабы: мұғаліммен тең әрекеттеседі. 92-ші сұрақ. Метатануды өлшеудің екінші өлшемі. Жауабы: тапсырмаға бағытталған. 93-ші сұрақ. Пән бойынша білімдерді, әдістерді және ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономиясының қай қадабына сәйкес? Жауабы: қолдану. 94-ші сұрақ. Ұзақ мерзімді жады компоненттерінің бірі. Жауабы: рәсімдік жады. 95-ші сұрақ. Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алатын оқушы. Сипатына сәйкес келетін өлшем. Жауабы: ойлау қабілетінің жылдамдығы. 96-ші сұрақ. Түрткі болу сұрағы. Жауабы: кешегі сабақта қандай мақсат мәселелерге тоқталдық? 97-ші сұрақ. Оқушыны бағалау үшін қадағалау үдерісі. Жауабы: оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау. 98-ші сұрақ. Жаңа ғана болып өткен оқиғаны есте қалдыру, бекіту және қайта жаңғырту үшін қажетті естің ерекше формасы. Жауабы: қысқа мерзімді ес. 99-ші сұрақ. Эссе. Жауабы: өз ойын, өз пікірін, көзқарасын жазу. 100-ші сұрақ. Әңгімелесу. Жауабы: оқытудың диалогтық әдісі.